Ey, Маша, ey, қой, Маша. Қой, Маша, тиіспе. Болды, қайтып алдым. Не істеп жатсыңдар? Не болып жатыр телевизорда? Маша мен Аю болып жатыр ма? Машаны жақсы көресің ба? Машаны жақсы көресің ба, Айсель? Айсель, короче, достар, бізде Айсель Машаны қатты жақсы көреді. Маша болғың келе ма, Айсель? Маша сияқты болам дейді. Сен онсыз да біздің үйдің Машасысың ғой, білесің ба? Ернарик? Айсель Маша ма? Білмеймін енді. Жоқ, бұзық па, бұзық емес пе? Маша бұзық қой. Ая. Бұзық, иә. Айсель, сен Машасың ба? Маша болғың келе ма? Айсель, үйде осы әлемде Маша келсе қуанатын шығарсың, Машамен бірге. Қуанасың ба? Қуанбайсың ба, Айсель? Қуанбай. Ойбай, не болып қалды? Мама, мен Айселміз ба? Мен Машамын. Сен Айсель емессің ба? Машасың ба? Енді бүгіннен бастап сені Маша деп айтайық па? Ернар, Айсель бүгіннен бастап Айсель емес, Маша деп айтамыз, иә? Ойбай, жай, тоқта. Так, осы Маша білмеймін, не құдіреті бар екен, осы Маша болған жақсы көреді, Машаны жақсы көреді. Содан барып, Маша деген Аюның артында ере береді. Сен Аю болса, Ернар? Аю. Айсель Маша болып кетсін, иә? Иә? Бар, отыр қазір мен каша жасаймын, сосын сендерді шақырамын, иә? Отыра қойыңдар. Так, достар, мен Айсельге каша дайындап жатырмын бағана. Каша ішем, қарным ашты деп айтқаннан кейін осылайынан таңертеңгі таңғы асқа каша дайындап жатырмын. Білмеймін, ана жақта мультиктерін көріп жатқан. Ернар! Пижамаларыңды шешіп дайындалыңдар, таңғы ас ішеміз. Айсель қайда? Айсельге де айт. Так, міне біздің дәмді таңғы асымыз дайын болды. Так, мен Ернар мен Айсель шақырып келейін. Так, Айсельдің кашасы дайын. Осылайынан дайындап қойайын. Қазір шақырам. Болған шығар. Ернар, не істеп жатсыңдар? Айсель қайда? Айселді білмей, осы жақта жаңа ғана отырған. Сендер болдыңдар ма, не телевизор көріп? Маша бітті ма? Иә, бітті. Жүр, каша жейміз. Айсель қайтып қалды екен. Терезесін жауып тастаған ес. Айселек, жүр, каша жейміз. Терезені жауып тастаған не? Қап қараңғы қылып. Айселек, жүр, кеттік. Ей, сен кімсің? Машамын. Кімсің? Машамын. Машамын? Достар, Айсель шынымен Машаға айналып кеттің ба, Айсель? Ей, Айсель, сен қайдан тауып алдың андай киімдерді? Сен Маша болып кеттің ба, телевизордың ішіндегі? Сен Машаны қатты жақсы көрдің ба? Сосын Маша болып кеттің ба? Ернарик, Айсельді қарсай. Маша болып кеттің, ағара. Кім, мама? Кімсің сен? Машамын. Айсель қайда? Айсель сонда телевизор ішінде жылап отырып құлап қалды ма не? Айсель телевизордың ішіне кіріп кетті, сен сыртқа шығып кеттің ба? Енді? Айсель, сен Машаны көп көргеннен кейін телевизордегі адамдар шығып кеткен. Айселек сенсің ғой, киініп алғансың ғой, иә? Қорқытпашы мені. Жүр, каша жейміз, жүр. Машаның өлеңін айтып жүр ғой. Жүр, кеттік, жүр. Кашаны жақсы көресің ба? Отыра ғой. Достар, біздің үйде енді Маша қонақта. Осылайынан каша жейін деп жатыр. Ас болсын, Маша. Рахмет, лақшама. Дәмсіз дей ма? Дәмсіз ба не? Қан бер. Не бер? Қан берем. Қант берейін ба? Дәмсіз болып қап па не? Қант қоссаң өте дәмді болады. Қазір берем, иә? Міне кеңіз қант. Дәмсіз болып қап па не, Маша ханым? Қантты көп салма бірақ, мен негіз салғанмын. Немесе тіліңіз ашып кетуі мүмкін. Ей, сонымен жей бер енді қазір. Қайны жеп көріңіз, дәмді болып па? Дәмді ма, ас болсын. Жей ғой. Ана қасығымен жей ғой, иә? Достар, біздің үйге осылайна Маша кіріп кеткенін қалай кетті.
Енді Машадағыдай ботқа жеп отыр. Ернарик, сен жаңа аю бол деп едім, сен тура сондай аю болып отырсың ғой. Сен аюға айналып кетсе енді. Аюға айналмайсың ба? Күтіп отырмыз енді Машаның тамақтанған. Мен қазір кетіп қалсам, сен Маша сияқты мына жерді шашып тастайын деп тұрсың ғой, иә? Мен барайын деп тұрмын. Сен қарап тұр, иә? Мен кетіп қалсам, мына жердің астан кестегін шығарайын деп тұр ғой, Маша ұқсап. Иә, Маша. Бірақ әдемі Маша екенсіз, иә? Әдемі Маша екен. Аю деген Маша білмейтін жерге тығып қалса, Маша бүкіл жерді шашып тастан кестен. Сен сондайсың ба? Сондай бұзық боласың ба қазір? Мен тойдым. Ой, тойдыңыз ба, Маша? Так, тойсаң. Мен тіс жуам. Тіс жуамын. Яканы ыдысыңызды алып кете берейін сосын. Ей, абайлаға, Маша. Ей, тұратсай менің қолымда. Ей, ойлы, мынау Маша десем. Қарап қойшы, Ернарик, мынау қайқа кетті. Ой, Машаның артына жүретін. Тіс жууға келдің ба? Сен тамақ ішкен сайын өстіп тіс жуа бересің ба, Маша? Қане сенің шөткің? Тісін жуа. Мен достар, барлық тірлігім қалды, ана жақта ыдыс жууым керек. Бір Машаның соңында жүрмін. Мен тастап кетсем, мына жердің бәрі бүлдіретін сияқты. Енді осылай саған қарап тұрам, иә? Чөт сен андай подозрительный Маша болып тұрсың. Шашатын, бүлдіретін. Ана салып берейін ба? Паста салып берейін ба? Жоқ, мен осыны істеймін. Өзім істеймін дейді, бермейді. Ал, иә, сала ғой, көп салып жүрме, бірақ, иә, мына жерге жақындап тұр. Ернар, сен қарап тұршы, иә? Мен жақта ыдыстарым жуып келейін, иә? Машанан көзіңді айырма, түсінің ба? Өткен біз былай қарай кетіп қалсақ, бірдеңе бүлдіреді. Әңгімемізді. Мен Маша айдалдары жүрді. Содан барып осы үйде екі Маша болып кетеді. Сен айналдырмайтын шығар, енді сен Машаға айналдырмайды. Қарап, тісің жуа бер, иә? Иә, жуа бер. Қарап тұр, сен түсінің ғой, мен аяқта тірліктерімді аяқтай берейін. Ойнаймын. Маша, қайтасың, келмей атсың ғой? Маша, мама ұрсады ғой, боянба. Қойшы. Жарайды, қарап тұрайын, несенені бояп бүлдірме. Әдемі болдың ба? Иә, әдемі болдың. Мамаға айт қома. Жарайды, айтпайым. Тек боянауға болмайды ғой, мамалар ғана боянады ғой. Балалар кішкентайларға боянуға болмайды. Қойсей, өсін дейім. Жарайды. Ернің бояды ма? Әдемі болдың ба? Иә, әдемі болдың. Болды, мен кеттім. Жарайды. Не істеп атсыңдар? Не, ваннада сонша ұзақ отырдыңдар? Маша ештеңе бүлдірген жоқ па? Қане? Нанена бет-аузы жылтырап кеткен. Бетің бояған. Бояндың ба сен? Ей, әтәт, болмайды ғой боянуға. Бүлдірмесей. Ей, Маша, қой Маша. Қой Маша, тиіспе. Болды, қайтып алдым, иә, бояна бер, иә. Ойбай, Маша, ашулы ғой кәдімгідей. Мен үй жинайын. Сені шашып бітті ғой. Ей, үй жинайым дейді? Үй жинамай-ақ қой, сен шашасың одан да. Отыра берші телевизор көр. Шықсынай. Ей, Машамыз біздің. Мен сәні қасында. Ей, сыпыр қалбапты ғой, маған Ернар қарасай. Ей, Маша, сен әже чаңдатып жүрдің ғой. Пойдемда. Мен жинайын. Ей, ойба, бұл жине көмектесші мына Маша. Ой, Маша, сен мына жерді шаңдатып атсың ғой. Масқара. Маша, бұл сияқтарды шаңсорғышпен жуырады ғой. Енді шаңсорғышқа әлі келмейді ғой. Өзінің әлі келетін сыпырғысын алып алған ғой. Ана жерлерді тазалап жер, Маша. Ақыры үй жинап жатыр екенсің, пысықтығың ұстап. Көмектессең, мына Маша деген шаршап қалды ғой. Ойба, Маша, сен шаршамайды екенсің, иә? Вообще энергияңыз тасып жүр. Батарейкаңыз жоқ па бір жеріңізде?
бір жеріңізге батарейка салып алған жоқсыз ба? А? Не деген шаршама. Мен сенің артыңда жүрем деп шаршап кеттім ғой. Мына жұмыстардың бәрі қалды, Маша. Болды, рахмет, әдем болды. Ей, ойбай, бәрін жинамай-ақ қойшы, Маша. Ей, тасташ болды, әкел. Уф, мына жерге. Ойбай, міне тарттым, сүрте беріңіз, сыпыра беріңіз мына жерді. Достар, шаршап кеттім. Сен үйіңе қайтпайсың ба, Маша? Қайтпай. Ойбай, Маша, үйіне де қайтпайым дейді ғой, енесі. Менің бір жоспарым бар. Немесе Аюға звондаймыз да Машаны алып кетеді. Өте ашулы Аю. Аю алып кете ма? Мә, достар, мен Машаға қарайым деп шаршап кеттім. Бүйтіп көзім былай қарайым. Маша, мен саған қарап шаршап кеттім. Сен қалай шаршамайсың? Ужас, не деген энергия мынау? Нені болдың мен? Енді? Не істейсің енді? Жатасың ба, демаласың ба? Енді? Залға барам. Не істейсің залда? Бөпем бар. Бөпең бар ма? Ернар, бар ойнайын дейді енді. Ештеңені бүлдірмей шашпай ойнаңдар, я? Я, бара ғой, бар. Ештеңені бүлдірмесін, Ернар, қарап қой. Бөпем! Ақатым бөпем! Бөпесі. Мына бөпем! Мына бөпем! Сақы жасадым. Ай, бұты шаным. Мен сиқырмен қолдандым. Не дейді на бөпесіне? Жаным. Киіндірш бөпеңді. Ту, сен киімің. Бөпең киімге жарымайды әйтеуір. Үнемі шешіндіріп тастай береді бөпесін. Іші түрі қорқынышты, бір көз жоқ, монстр сияқты. Жақсы көреді ол сондайларды, я? Я? Маша өзі сондайларды жақсы көреді. Сен терісінен салып қойған жоқсың ба? Нормально ма? Мына, наны. Я, жастасың. Мен обед дайындайын, Ернар, я? Қарап қоям на Машаға. Маша бірдеңені бүлдіретін Маша ғой, түрін қараңдаршы. Достар, түрін қараңдаршы. Бірдеңені бүлдіреді, Маша. Бірақ сондай сүйкімді Маша екен, сүйкімді. Так, достар, Маша қайтпайым дейді. Маша, сен қайтпайсың ба? Осы үйде қалам дейді. Біздің үйімізде қаламыз деп жатыр. Короче, Машамен тағы да қандай қызықты моменттер, қандай қызықты сәттер болды, соның барлығын видеоға түсіретін боламыз. Егер екінші часть керек болса, жазыңыздар комментарийге. Машамен тағы да қызықты сәттерді түсіретін боламыз. Маша, не дейміз достарға? Лайк басыңдар, комментариясына. Келесі видеоларда кездескенше, тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Маша, не дейміз? Пока. Лайк бас. Пока-пока.